Назар Қасым, Метеорн тапсырмасы. Тақырыбы қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері. Кіріспе. Қазақ мемлекеттілігі сан ғасырлық рухани-мәдени тәжірибенің ел мен жердің бірлігін түп негіз еткен саяси жүйенің жалғасы. Көне замандағы сақ, ғұн мемлекеттері мен кейінгі түркі бірлестіктері қалыптастырған салт-дәстүрлер бүгінгі қазақ қоғамының әлеуметтік саяси болмысының терең қойнауында жатыр. Сан түрлі тарихи өзгерістер мен сыртқы ықпалдардың әсеріне қарамастан, көшпелі халықтың мемлекет құруға деген ұмтылысы ешқашан тоқтаған емес. Керей мен Жәнібек бастаса, алаш зиялылары жалғап, кеңестік құрылым арқылы қайта жаңғырып, ақыры тәуелсіздікке ұласқан бұл тарих қазақ халқының рухани тұтастығын айшықтайтын маңызды құбылыс. Тарих қойнауынан бастау алған дәстүр жалғастығы бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоймай, халықтың біртұтас мемлекет болып қалыптасуына негіз қалап келді. Қазақ хандығы құрылуының алғы шарттары және Қазақстан жеріндегі ежелгі орта ғасырдағы мемлекеттер мен тайпалар. Ежелгі дәуірлерден бастау алған қазақ мемлекеттігі идеясының түп тамыры сақ пен ғұн заманынан көрініс береді. Сақтар кең, байтақ жерді иемденіп, көшпелілік пен жартылай отырықшылық пен өзара ықпалдасуы арқылы айрықша өркениет үлгісін қалыптастырды. Сақ тайпаларының әскери өнері, шаруашылық жүргізу тәсілі мен дәстүр салты кейінгі ғасырларда түркі халықтарына мұра болды. Ғұндар кезеңінде де Евразияның саяси картасында айтарлықтай өзгерістер орын алып, батысқа қарай бет алған. Ғұн толқындары көптеген этностарды біріктірді. Ғұндардан қалған жауынгерлік рух пен ел басқару жүйесіндегі дала заңдары қазақ халқының болмысына сіңісіп кетті. Үйсін, Қаңлы секілді ірі тайпалық бірлестіктер Жетісу мен Сыр бойын мекендеп, біртұтас мемлекеттік құрылым құруға ұмтылды. Жібек жолының бойында орын тепкен бұл қауымдар тек қана мал шаруашылығы емес, сонымен бірге егіншілік, қолөнер, сауда сияқты салаларды игерді. Үйсіндер мемлекетті батыс пен шығыстың керуен жолдарын өз пайдасына жаратып, халықаралық байланыстарды дамытты. Қаңлылар да Сырдария бойында ірі саяси күшке айналып, көршілес елдермен мәдени және экономикалық алыс берістерді нығайтты. Ежелгі дәуірден жалғасқан осы саяси дәстүр қалалық мәдениет пен көшпелі шаруашылықтың бірлігі кейінгі қазақ қоғамының ішкі құрылымына тірек болды. Түркі кезеңі бұл үрдестерді тереңдете түсті. Бірінші түрік қағанатынан бастап батыс түрік, түргеш, қарлұқ қағанаттары салтанат құрған дәуірде ортақ тіл, жазу жүйесі, рухани құндылықтар қалыптасты. Бұл кезеңдерде пайда болған Орхон Енесей жазбалары қазақ топырағында таңылған ең көне жазба мұралар қатарына жатады. Көне түркілердің әскери саяси қуаты мен мәдени жаңашылдығы, тұрмыс салт ерекшеліктері және далалық басқару жүйесі кейінгі ғасырларда да қазақ мемлекеттілігінің іргетасы қызметін атқарды. Түркілердің бірлігі ыдырап, саяси қуаты әлсірегенмен, олардың салған өркениет жолы жаңа мемлекеттердің пайда болуына себепкер болды. Оғыздар мен Қыпшақтар кезеңінде Сыр өңірі мен Каспий аралығында ірі этникалық бірлестіктер бой көтерді. Оғыздар мемлекеттік құрылымының орталығы, яғни Кент қаласы болып, ислам дінімен де жақындасып, сол замандағы халықаралық сауда-саттық желілеріне белсене қатысты. Ал Қыпшақтар Дешті Қыпшақ аймағында өркендеп, атты әскердің мықтылығымен ерекшеленді. Тілдік әрі мәдени ықпалда ыстықтың әсері кең даладан асып, көрші елдерге тарады. Осы біртұтас мәдени кеңістікте өмір сүрген түрлі тайпалар болашақ қазақ
халқының этникалық қазақтарын қалыптастырды. Шыңғыс ханның шабуылы бір жағынан көптеген өзгеріс әкелсе, екінші жағынан жергілікті халықтың саяси этникалық құрылымын түбегейлі өзгерте алмады. Моңғолдар жаулап алған аумақта негізінен түркі тілдес халық басым болып, бірнеше ұрпақ ауысқан соң жаулаушылардың өзі жергілікті мәдениетке сіңісіп кеткен. Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай Ордасы және басқа да хандықтар осылайша аралас мәдениетті жалғап, ислам дінін қабылдап, саяси құрылымды түркі жұртының басқару салтымен ұштастырды. Ақ Орда дәуірінде қазақ жерін мекендеген тайпалар біртіндеп біріге бастаған. Бұл процесте Сырдария бойындағы қалалар ерекше рөл атқарды. Сауда-саттық пен қолөнер дамыған, білім мен өнер салалары гүлденген аймақ мемлекет болашағы үшін тірекке айналды. Жұрттың басын қосып, ел ішін біріктіруге ұмтылған билеушілер саяси әскери күштердің алмасуы, діни, мәдени тұтастық әлсіреген жоқ. Керісінше, далалық қоғамдық жүйені жетілдіре түсті. Және осылайша сақ дәуірінен басталып, ғұндар мен үйсіндер, қаңлы, түркі, оғыз, қыпшақ замандарын басып өтіп, моңғол шапқыншылығы мен Алтын Орда кезеңінде жалғасқан мыңжылдық хикая қазақ хандығының құрылуына негіз болған. Қолайлы тарихи ахуал мен әлсіреген бұрынғы билеуші әулеттердің орнына жаңа саяси күш келіп, 14-15 ғасырлар тоғысында қазақ мемлекеттігінің діңгегі қаланды. Қазақ хандығының құрылу тарихы мен территориясының қалыптасуы. 15 ғасырдың орта тұсында Әбілқайыр хандығы әлсіреп, ноғайлар мен Моғолстанда да ішкі қайшылықтар күшейді. Осындай тұрақсыз заманда Керей мен Жәнібек сұлтандар өзіне ерген елді бастап, Моңғолстан билеушісі Есенбұға ханнан Жетісу өңіріне қоныс сұрады. Жетісудың таулы жазықты аймақтары көшпелі шаруашылыққа қолайлы еді, әрі сыр бойына да жақын болатын. Қазақ мемлекеттігінің алғашқы ұйысуы дәл осы өңірде басталып, 1465-1466 жылдар аралығында қазақ хандығының шаңырағы көтерілді деген деректер айтылады. Бұл хандықтың алғашқы қадамдары оңай болған жоқ. Бір жағынан Әбілқайыр хан иелігінен бөлініп шыққан тайпаларды қол астында ұстағысы келетін күштер болса, екінші жағынан Моңғолстан, Ноғай Ордасы, Сібір хандығы сияқты көршілермен де саяси тепе-теңдік сақтау қажет еді. Дегенмен, Керей мен Жәнібек қазақ жерінде тұтас бір мемлекеттік идеясын нақты іске асырды. Өзге билеушілердің қарамағаннан шыққан қазақ тайпаларының осында жиналуы, халық санының көбеюі және саяси ұйым шылдықтың күшеюі хандықтың толыққанды дербестігіне жол ашты. Қасым хан тұсында қазақ хандығы барынша нығайып, сыр бойы қалалары түгелге жуық қазақтардың қарамағына өтті. Ежелден бері отырықшы егіншілік пен қолөнер орталықтары болған бұл қалалар Түркістан, Сауран, Отырар, Сығанақ сияқты шаһарлар арқылы хандықтың экономикалық әулеті артты. Сауда керуендері өтіп, мәдени алмасу күшейді. Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағы сол дәуірдегі мемлекеттік басқару үлгісін, әділет қағидаттарын айқындап берді. Хандық ішіндегі жер дауы, барымта, құн төлеу, мүлік бөлісу сияқты мәселелер далалық заңдар арқылы шешіліп отырды. Қазақ хандығының территориясы бірде кеңейіп, бірде тарылып отырды. Тәуекел мен Есім хандар заманында жоңғар шабуылының басталуы және ішкі саяси таластықтардың елдің бірлігіне сына қаға жаздады. Есім ханның ескі жолы мен Жәңгірдің жоңғарға қарсы қайтпас күресі қазақтардың аумақтық тұтастығын қайта қалпына келтірді. Орбұлақ шайқасындағы ерлік ұрпақ жадында жатталып, жоңғар агрессиясына қарсы күресте халық рухын көтерді. Елге ие болып,
жерге қорған болу негізгі мұрат екенін түйсінген билеушілер мен батырлар, билер мен сұлтандар дала демократиясының негіздерін одан әрі дамытты. Қазақ хандығы этникалық тұрғыдан 300-ге топтасқан тайпалар қауымының саяси орталығы болды. Ұлы, орта, кіші жүз деп бөлінген. Қазақ рулары өзіндік ішкі мәселелерін билер сотымен шешкенімен, сыртқы саясатта хан билігіне бағынды. Ел ішіндегі билік бірлік пен береке күшейген кезде хандық кеңейіп, бәсекелестерін әлсіретіп отырды. Сөйтіп, 15-18 ғасырлар арасында қазақтар біртұтас халық болып танылып, дамудың жаңа сатысына көтерілді.